Мен нақты керемет 100% ғалыммын деп нағыз ғалым олай айта алмайды ешқашанда. Өз мамандығымды мен өте жақсы көремін. Өйткені ғылым білім инемен құдық қазғандай дейді ғой. Күнделікті жұмысқа келе жатқан кезде бүгінгі бір нәтижем кешегі күнгі нәтижеден жақсы шығатындай болып сондай сезіммен келіп жұмыс істейміз. Өзім жеке жетекші болған жобам, ол мына газ қағарларға арналған сорбенттерді шығару, өндіру болды. Ол жоба тек өзіміздің ғана емес, ол мына Бельгияның военный академиясы бар. Сол жерде олар көп жылдардан бері сол газ қағарларға арналған сорбенттерді, жаңағы сүзгілерді зерттеумен айналысады екен. Олар біздің жасап жатқан жаңағы осы көміртектік материалдарымызға қызығушылық танытып, бірге жаңағы жоба жасайық деп ұсыныс берген болатын. Дәл осы жобаны сәтті жүзеге асырып, нәтижесін алғаннан кейін өзімді нағыз ғалым сезіне бастадым дейді кейіпкеріміз. Мектеп қабырғасында жүрбақ химияға қызыққан бойжеткен сол кездің өзінде болашақ мамандығын таңдап қойған. Бүгін ол бірнеше ауқымды жобаға жетекшілік етіп келе жатқан жас маман Алматыдағы жану проблемалары институтында қызмет етеді. Ғалымның айтуынша пайдасыз жоба болмайды. Барлық зерттеулердің өте үлкен мәні бар. Әрбір жасаған жобам, яғни ол бізде гемосорбенттер, қан тазалауға арналған сорбенттер, мына газ қағарларға қолданатын сорбенттер, қазіргі уақытта жасап жататын мына суды тазалайтын сүзгілер, фильтрлерді өндірісі, сол барлық жасалып жатқан жобамның өзіндік ерекше жаңағы пайдасы бар, орны бар. Қазіргі таңда жас ғалым тұрғындарды таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесіне арналған жобамен айналысып жатыр. Ол үшін ғалым сорбенттерді пайдалану арқылы фильтр жасамақ. Ғылым саласына аяқ басқанына 10 жылдан асып жығылған. Зұлқайыр Мансұров пен Мұрат Гелманов секілді айтулы ғалымдардан тәлім алған ол шәкірт те тәрбиелейді. Өткен оқу жылында 8 ғылыми жұмысқа жетекшілік еттім деп марқайды. Соңғы кезде мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдаулардың арқасында ғылыммен айналысуға деген мүмкіндік көбейді дегенді алға тартты ол. Жас ғалымдарға деген көмек бар, әрине. Түрлі биылдың өзінде осы уақытқа дейін егер жобаларға бір ғылыми дәрежесі бар. Не ғылым кандидаты, ғылым докторы, немесе жаңағы PhD докторы ғана жобаларды ұсына алатын болса, қазіргі міне биылдан бастап жаңағы докторантурада оқып жүрген PhD докторанттарының өзінің жаңа жобаларын ұсынып, грантқа қатысуға мүмкіншілік алды. Елімізде жыл сайын ғылым саласындағы сыйлықтар мен мемлекеттік ғылыми стипендиялар атты конкурс өтеді. Нәтижесінде 6 сыйлық беріледі. Оның 2-і жас ғалымдар үшін. 75 ғылыми стипендия, оның 50-35 жасқа дейінгі жас ғалымдарға арналған. Бұдан бөлек биылғы жылдан бастап жас ғалымдарға арналған мемлекетті байқау өткізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар дайын жобалардың өндіріске шығуына қолғабыс болу мақсатында ғылым қоры коммерцияландыру бағдарламасын ұсынуда. Мемлекет тарапынан ұсынылып отырған мұндай жеңілдікке Алматыдағы жану проблемалары институтының 2 бірдей жобасы ие болды. Алғашында мекеме түрлі заттардың жану процесін зерттеумен айналысқан. Кейін институт мамандарының жұмыс ауқымы мен міндеттері көбейді. 1988 жылы Қазақ мемлекеттік университеті химиялық кинетика және жану кафедрасының базасында Қазақ салааралық ғылыми-техникалық орталығы құрылып, ол 1990 жылы жану проблемалары институты болып өзгертілді. Институттың бірінші директоры академик профессор Георгий Ксандопулы. Бұл жерде аты әлемге белгілі біраз ғалымдар еңбек еткен. Бұл жөнінде академик Николай Семенов кафедра мен институт ғалымдарының еңбектері химиялық физика саласындағы қазақстандық мектептің негізін салды деп есептеуге болады деді. Бүгінде ғылыми орталықта 150 маман жұмыс істейді. Бүгінгі таңда олар нанотехнологияларды әзірлеу және көміртекті нано құрылымды
көп функционалды материалдарды алу, мұнай өнімдері мен газдарды зерттеу мен жану процестерін математикалық модельдеу, плазма химия секілді жан-жақты жұмыстармен айналысады. Дегенмен барлығының мақсаты бір – Қазақстандағы ғылымды дамыту. Сонымен қатар біз деген Новосибирск, яғни Ресей ғылыми зерттеу институттарымен де бірге жұмыс істейміз. Олар да біздің катализаторымыздың тек қана өзіміздің ғана деңгейде емес, басқа шетелдерде біздің жасаған катализаторларымыздың жақсы жұмыс істейтінін дәлелдеп бере алады. Өзіміздің катализаторларымызды жаңа өзен мұнайларына зерттеп көріп жатырмыз. Институттың соңғы жылдардағы ауыз толтырып айтарлық ірі ғылыми өндірістік нәтижелері де бар. Ғалымдар оттан қорғайтын құралдар мен көміртекті наноматериалдар зертханасында жанғыштығы төмен кабельдік өткізгіштік өнім құрамын. Көміртекті наноматериалдар зертханасында қазақстандық өсімдік материалынан алынған ағзаны жұмсақ және тиімді тазарту үшін пайдаланылатын инго 2 дәрілік препаратын әзірледі.